Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менде кішігірім влог болады. Влогым менің типа бір күнім туралы. Біз қазір Сымбат екеуміз жалғастың үйіндеміз. Осы жерде болғанымызға уже қанша? 4 күн болады. Біз бұл жерге бір жұмыс істеуге келген болатынбыз. Және мен жаңа кешкі асқа, кешкі шайға мясной пирог жасаған болатын. Қазір көрсетемін. Міне, өздеріңіз білетіндей, мен мясной пирогты жиі жасаймын. Алдыңғы влогтарымнан да көрген болатынсыздар. Ал мынау бізде жалғастың үйі. Және де жаңағы мясной пирогтың начинкасын көп жасап қойыппыз. Соның начинкасына не істегенбіз? Тағы қамыр илеп, самса жасап жатырмыз. Қазір самса бірақ әлі піспеді. Апамдар далада мясной пирогпен шай ішіп жатыр. Қазір көрсететін боламын. Міне. Қазір піскен соң көрсететін боламын, бірақ әлі піспеді. Қазір біздің жұмысты көрсететін боламын, кішігірім. Міне, осындай жұмыс. Кішігірім бір нәрсе. Осындай. Осылай жұмыс істейміз түнге дейін. Ертең түнге дейін бітіру керекпіз. Біз бүгін қайту керек болатынбыз негізі. Бірақ ана жұмысты бітіру керек болған соң қалатын болдық. Енді ертең үйге қайтамыз. Менімен бірге болыңыздар. Қазір жұмыс жасайтын боламыз. Түнге дейін, түнгі примерно 2-3-ге дейін шығар. Қазір көретін боламыз. Және де біз бұл шайды тек кешке ғана жасаймыз. Себебі күндіз ыстық, далада отыру невозможно, өздеріңіз білетіндей. Алматы осы 2-3 күннен бері өте ыстық болып жүр. Осылай кешкі қанша? 6-7-лерде бастап түнге дейін істейміз. Бұл өте қызықты жұмыс, және күндіз біз құр жатпай кино көрдік. Осы 4 күн бойы 10 шақты кино көрген шығамыз. Жаңа тағы бір кино көріп жатқанбыз, бітірдік. Енді кеш болған соң, шай істейінеп жатырмыз. Өй, тыныш Сымбат. Бас Сымбатты көрсететін болам. Міне Сымбат. Міне. Міне жалғас Алакөлден келді. Күшті. Эмбаппеден аумай тұр. Сымбаттың AirPods-ын қараңыздар. Не білем, но? Улдарский AirPods ба? Жалғас полицейский AirPods-тен білесің, а? Осылай достар. Қазір процеспен бөлсем ба, толықтай бөлсем деп айта алмаймын. Бірақ көретін боламыз. Пісіреміз. Қоясың ғой. Болды достар осы. Достар, міне самсамыз пісіпті, бірақ түрі онша емес. Неге? Ладно, жеге болады. Не ету керек? Жұмыртқа жағу керек, жақпадық. Енді жақпадыңдар ма? Жұмыртқа, не? Әдемі. Қазір хител жоқ болды. Бірақ тұзы аздау. Енді. Сондай болған сияқты, білмеймін. Далада суығаны бар, содан жеп қойыңыз. Тұзы аздау сияқты. Алинурчик. Привет те. Привет деш. Ако. Мен аяққа қазір мен аяққа сыпат шалып жазам. Аяққа ойымна үшеуіне сыпат шалып жазам. Ар жақтарына міне аяқтан бастап ар жақтарына жыпат шалып жаздым. Мен де сыпат шалып жаздым. Не екен білмеймін. Қазір ашпаймын. Ойбай.
Неге екенін білмеймін. Просто сәл ататымыз. Почерпнем пельмени. Al dostlar. Bu tarihi satmağım büyüttü. Aynen. Ana var kubra kaldı. Sabahça. Pasta arıyorlar. Dostlar, biz kişi şimdi şeyden bärini bitirip tutadık endi. Bugün işi saat 11:30'da durduk. Endi hazır rest ko'rib жатырмыз. Ko'ring deb жатырмыз. Солай. Искра, музони искрики, кеже армахи. Dostlar, biz бағана магазинге барып келген болатынбыз. Енді қазір мағриб пүшкама, не? Мағриб пүшкам. Короче, соны TikTok'тан көрген едік, былай көрмеппіз. Енді соны көрдік, еще магазинге келдік, чипс алып келдік. Әлме екенбіз. жалғас емес жағар неге қандай салқын Dostlar, biz çay жасап болдық. Қазір енді мен аяғымды жууға келдім. Вау! Қазір енді үйге келіп бетімді жуатын боламын. Достар, біздің халіміз ашып, бағанағы жасаған заттарымызды жеп жатырмыз. Міне. Өте дәмді, ас болсын. Енді бетімді жуатын боламын. Сағат таңғы неше болды? 7 болып қалды. Біз киініп алдық. Қазір Салтанаманы күтіп тұрмыз. Салтанаммен бірге шығатын боламыз. Сумкамызды да дайындап алдық. Әне, мына жерде Сымбат отыр. Қазір үйге барамыз. Достар, біз бақшадан, атамның бақшасынан огурцы, алма жинап алып жатамыз. Үйге барып жегенге. Күшті болып тұр погода, салқын. Осылайда шыққан жақсы екен. Ой, тікен қазір.
Biz үйге жеттік аман есен. Әрең дегенде мына ауыр пакетпен қазір енді үйге кіріп ұйықтаймыз. Білмеймін. Короче, үйге жеттік. Достар, жаңа біз Сымбат екеуміз магазиннен келдік. Және біз мынандай лаваш алдық донерге. Қазір енді донердің заттарын дайындап қойдық. Қазір көрсетейін. Міне кетчуп майонез алдық. Потом напитокқа буратино алдық. Міне Сымбат фриен және картошкасын пісіріп қойды. Мен мына керек заттарын турадым. Қазір енді донерімізді собирать ететін боламыз. Міне достар, мен осылай бәрін кезек-кезек салып, үстіне майонез бен кетчупты не істеп, енді бәрін орап жатырмын. Достар, біздің донеріміз дәмді болды. Міне, ыстық. Осылай сковородкаға қуырып алдық. Өте дәмді болған. Рахмет Алимаға. Аспасын. Қытырлағанын айтсай. Шынымен өте дәмді болыпты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте оп-оңай жасау. Проще простого. Үйіңізде не бар, соны қоса бересіз. Главный лаваш болса болды. Достар, осымен бүгінгі менің видеом аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға, соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Мені тезірек 500, сосын 1000 подписчикке жеткізіп тастайықшы, видеолар жиі шығатын болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.